Перезагрузка каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай необычный формат. Өткен үлгерген жоқпыз подкастқа баруға. Қараңыздар, көп әйелдер маған былай жазып жатыр. Көбей мырза, неге мен күйеуім измена маған жасай береді? Неге мен оны кешіріп қоя беремін? Неге мен ұрады, соғады? Неге ол мені былай айтқан кезде бағаламайды дейді да? Давайте разберем, я. Жалпы енді өте көп әйелдермен жұмыс жасаған соң психотравмалар примерно бір-біріне сәйкес келеді. Қараңыздар, недавно мен бір кісімен жұмыс жасадым. Ол, өзінің әкесін жек көреді. Түсінбейді, ненавижу дейді. Почему ненавидит? Түп санасына кіретін болсақ, сол қыз андай картинаны көреді да. Папасы доводит маму, и мамасы, суицидпен өмірге кетіп қалады. И, соответственно, сол 5-6 жастан бастап ол әйел, қазіргі әйел жек көріп жатыр әкесін, понимаете, да? Түп санасына кіріп, сол картина шықты да. Екінші мәселе, мен Стамбулда жүрген кезде бір кісі болды. Папам қайтыс болып кеткен, бірақ кешіре алмаймын дейді. Вроде жақсы көремін, вроде сүйемін, вроде сыйлаймын дейді, бірақ білмеймін, ештеңе бірдеңе бар дейді. 3 жасқа кіретін болсақ, түп санасында папасы мамасын бытшын шығар ұрып жатыр. И сол картина ана қыздың түп санасына қалып қалған. Понимаете, да? Не үшін мен айтып жатырмын, причем тут муж, причем тут папа деп айтып жатқан шығарсыздар. На самом деле тікелей отношениясы бар да, ол именно осы әкеңізді мінсіз қабылдамасаңыздар, үнемі еркектермен проблема болады. Мысалы, әке ол опора, ішкі опора. Әке ол былай нық, уверенность дейді, сол пайда болады. Сол уверенность пайда болмаған соң көп қыздар өкінішке орай сондай бір еркектерге кездестіріп, өмірлерін былай айтқан кезде тозаққа айналдырып жүреді. Түсінесіздер ме? Поэтому айтып жатырмын, қалай жұмыс жасаймыз? Основном әкесін қабылдамаған әйелдерде қандай проблема болуы мүмкін? Олар өздеріне сенімсіз, ақша қиын келеді. Күйеуіне былай айтқан кезде былай аузы қарап қалған, күйеуі постоянно ұрады, соғады, обесценить етеді, күйеуі абьюзер, тиран үшін бәрі, который қазіргі инстаграмда шығып жатқан адамдардың бәрі сондай да. Өйткені ол әйел просто так ол еркекке кездескен жоқ қой. Понимаете, как работает? Мысалы, кішкентай кезде жаңа айтқандай картиналарды көрдіңіздер, әкеңізді жек көрдіңіздер, қандай проблема болуы мүмкін болашақта. Мысалы, сіз әкеңізді жек көресіз, әкесін жек көрген қызда қандай проблема болуы мүмкін? Сол картинаны көріп өскен қызда, мысалы, өскен кезде именно сонда еркектер тартады. Өйткені ол еркектерді жек көреді. Еркектерді жек көрген қызда, особенно сондай моменттерде, сондай қолданып кететін, сол қызды использовать ететін, сол қызды былай айтқан кезде өзінің былай айтқан кезде алдап, өзінің істерін жасатып алатын сондай еркектер кездеседі. Основном, мысалы, сондай еркектер көбінесе сондай қыздарды подсознательно сезеді. Өйткені оның артында әкесі жоқ, қайда жүрсің, не істеп жүрсің деген сияқты. Екіншіден, ол қызда бір іште сенімсіздік пайда болады. Үшіншіден, ол қыз жаңағындай әкенің мейірім махаббатын көрмеген соң, любой бір жігітке мен сен жақсы көремін, сүйемін деген, өйткені оның кішкентай кезінде ондай әңгіме естіген жоқ қой. Сразу жаңа жігіттің мойнына асылып, сөйтіп жаңағындай өзін айтқан кезде жоғалтып алуы мүмкін, понимаете, да? И сондай еркектер көбінесе қолданып кетеді. Екіншіден, әкесін қабылдамаған қыздарды қалай түсінсек болады? Олар үнемі жаңағындай бір почва деп айтайықшы, жерде былай почва дейміз ғой. Сол аяқты былай нық басамайды. Өйткені психосоматика қандай аурулар болуы мүмкін да? Көп әйелдер өздерін алдайды, типа бұл дәріден, бұл после родов деген сияқты. На самом деле поясница. Поясница постоянно ауырады. Өйткені поясница ол страх бедности. Мысалы, мына нені алайық? Позвоночникті. Позвоночниктің астында әке бар. Сол позвоночник дұрыс болмаған соң, сол опора астына дұрыс болмаған соң позвоночникте проблема болады. Остеохондроз, тағы да басқа жаңа искривление позвоночника, осының бәрі осы әкенің қабылдамағаннан болады. Екіншісі, көп әйелдер тұрмысқа дейін проблема пайда болады. Мысалы, неден? Низ животадан, мысалы, болезни месячные, постоянные тревоги, постоянно бір етектен төмен проблема. Өйткені әкесі қабылдамаған әйелдерде қандай проблема болуы мүмкін? Низ живота это женское начало и обида на мужчин. То есть көп әйелдер қазір айтуы мүмкін сіздер, типа қалай ол әлі жыныс қатысқан жоқ, қандай проблема болуы мүмкін деген сияқты. Көп әйелдер айтуы мүмкін сіздер, типа причем тут низ живота. На самом деле низ живота ол как принятие женского начала и обида на мужчин, как жұмыс жасайды, психосоматика, да. Поэтому надо он там разбираться в детстве. Үшінші, ЖКТ-мен проблема. Көп әйелдер стрит, язва желудка, запоры, понос деген сияқты сонда аурулар пайда болады, постоянно іш қатып қалады деген сияқты. Осының бәрі тоже содан да болуы мүмкін. Өйткені жаңа кішкентай кездегі үлкен бір картиналар, психотравмалар әсер етеді. Төртіншісінде почка. Почка ол чувство несправедливости, да, то есть әйел адам, особенно қыздар кішкентай кезінде енді көрді ғой неше түрлі картиналар, папалар жағын асылып жағын бәрін алып беріп атқанын, ват алып беріп атқанын, жағындай компьютер алып беріп атқанын, сенен алып бере алмады, сенің әкең болмады, немесе болды, бірақ ол жауапкершілік ала алмады. Содан да сен өзіңді жағында неге әділетсіздік өмір деп өзіңді кінәлау мүмкінсің. Соответственно, сенде де почкамен проблема болады. Бесіншісі, жалпы ондай әйелдерді еркектер былай на подсознательном уровне бейсаналы түрде сезеді.
қолданып кетуге тырысады, алдап кетуге тырысады. И көп әйелдер мысалы қазіргі көріп отқан мысалы шыдайды ғой, мысалы ұрғанына, соққанына, жылдап жаңағындай как бы об нее вытирает ноги дейді орысша айтқан кезде. И из-за этого оларда мысалы кете алмайды. Өйткені қорқады, ертең мен аштан қалып кетемін, ертең мен күн көре алмай қаламын, и ертең мен не істеймін деп. И онда еркектер мен түсінген бойынша бейсаналы түрде, енді бәрі емес, жылдан жылға балалар жасап тастайды. 5, 6, 7, 8 бала туғызып тастайды, чтобы ол әйел ешқайда кете алмайтындай. То есть ана бір өзінің бір иеленіп алғанда сияқты қылып қарайды да. И соответственно сондай әйелдерде постоянно проблема болады. Поэтому пока біз әкемізді мінсіз қабылдамағанша, әкемізді дұрыстап толықтай ақша үшін емес, киім үшін емес, просто Құдай үшін қабылдамағанша бізде сондай проблема болады, понимаете да? Сол себептен әке деген ол ойыншық емес, әкені дұрыстап не істеу керек, қабылдау керек. Не үшін қабылдау керек? Қараңыздар. Енді түсінем, әр адамның бір былай айтқан кезде детствосы біреуге дұрыс болды, бұрыс болды, қиын кезеңдер болды. Бірақ сіздің әкеңіз максимально тырысты да, енді максимально жауапкершілік алуға, бағуға, қағуға деген сияқты. Екіншіден, ол әкеңіз болмаса сіз өмірде мына видеоны, подкастты тыңдамайтын едіңіз. Үшіншіден, понимаете, даже ол әкеңіз мысалы даже бір священный книгаларда жазылған, и өмірге алып келіп, ол уже өзінің былай айтқан кезде әкелік міндетін атқарды деген сөз да. Біз одан ренжиміз ғой, бізге ананы алып бермеді, мынаны алып бермеді, бізге көңіл бөлмеді деген сияқты. Поэтому әкемізді мінсіз қабылдау керекпіз. Енді дальше не істейміз. Соответственно, сондай қыздарда постоянно вот отношениям проблема, денсаулықпен проблема и самореализация. Енді әкесін қабылдаған әйелдерде қандай белгілер бар мүмкін? Мысалы көресіздер ғой, бір чуточку бір усилие жасайды да, бірақ вұң атып кетеді. Чуточку бір зеңгір жасайды да, сразу әйел күйеумен отношениясы идеальный. Анау түк істемейді әше, от слова ничего да, бірақ күйеу оған подарок алып береді, сыйлайды, жаңағыдай өледі, күйеді сол әйел үшін. Өйткені ол кішкентай қыздың туысанасына кіретін болсақ, әкесі солай қараған оған. Әкесі планға настолько қойып тастаған, что ол сондай еркекті тартады автоматты түрде. Например, кішкентай кезінде әкесі жаңа мәпелеп, қызым, сен ауыр көтерме, сен нан жасама, мен өзім бәрін жасап берем, ақша, мына киім, мына зат деп қызды тоқшылықпен өсірген да. И өскен кезде дәл сондай түп санада оның уже еркекке деген картинасы бар. Өйткені бірінші әкесі, ең бірінші еркек ол әке. Сол әкесі уже қойып тастаған да планканы. И соответственно ол өскен кезде дәл сондай еркекті тартады. Өйткені әкесі солай өсірген кішкентай кезінде. Түсінесіздер ме, иә? И сол себептен оған былай айтқан кезде ештеңе жасамасы да оны просто жақсы көреді. Не себептен? Өйткені өзінің самооценкасын өзін жақсы көреді ол қыз, понимаете да? Енді тағы да бір ситуацияны айтып кетейін. Көп қыздар, осы мен инстаграмда айта алмадым, тиктокта бір блогқа тығып жүрген. Именно домогательство, сексуальное домогательство, немесе каких-то насилие да, детстве көрген. Олар автоматты түрде әкесін былай айтқан кезде айыптайды. Өйткені әкесі кезінде қорғаған жоқ, әкесі қасында болған жоқ, әкесі кезінде біткен жоқ, сөйткен жоқ деп ештеңе қыз оны қабылдамайды. Өйткені эндометриоз бар әйелдер болса, астына жазып кетіңіздерші. Основном мен көп жұмыс жасадым, осы изнасилование болған, кішкентай кезінде домогательство болған. Домогательство деген сенің былай етектен төмен ұстау қажет жоқ, сенің қолынан немесе санынан ұстау былай жеткілікті, чтобы әйел адам кішкентай қыз өзін жеп көретіндей. Сөйтіп ол не істейді? Содан бастап өзін жеп көре бастайды. Өйткені основном жаңағындай кішкентай кезінен сондай домогательство көрген қыздарда эндометриоз көп кездесті маған. И щитовидкамен проблема. Постоянно щитовидкамен проблема. Өйткені сол моментте бір енді бәріміздің әке-шешеміз қасымызда болған жоқ қой. Ата-әженің қасында өстік, туысқандарды қалдырып кетіп отырды. Сол кезде біздің ойымызға келмейді ғой, біреуге қызыңыз тиеді деп. Бірақ сол кезде озабочен туысқандарыңыз сізге тиісіп, сіздің айтқан самооценкаңыз түсіріп жүрген. Сондай затты көрген қызда қандай сөйтті, қандай болуы мүмкін самооценкасы? Ол өзін жек көреді. Ол өзінің денесін қабылдамайды, өзін кір санайды, өзін ничтожный санайды, өзін грязный санайды. Соответственно, сондай санаған қызға, өзінің самооценкасы санаған қызға сондай еркек кездеседі. Дәл солай. И сөйтіп екеуі қосылып, ана еркек өмір бітін шығарып жатады ана қыздың. Понимаете да? Өйткені қыз сұрай алмайды. Өйткені андай бар ғой, қыз уже самооценкасын бітін шығарып тастағанда, қыз еркегінен сұрай алмайды, маған ананы алып бер деп, сөйтіп көзін жұмып, шыдап жүре береді. Ана измена жасады, өйткені өз-өзін таза санамайды. Понимаете да? И сол себептен айтқан кезде оның бәрі кішкентай кезде сол по-любому әкелеріңізді айыптайсыздар. Мен мына жерде әкені жаман деп айтқан жоқпын, дұрыс түсініңіздер. Просто кішкентай бала, мысалы менің балам қазір 5 жарымда, и ол хочешь не хочешь, ол ата-анасын бірінші не істейді да, айыптайды да. Өйткені бірінші әке шешесі да ол өмірінде.
Понимаете, да? И поэтому біздің жасымыз қазір 40-та, 50-де, 60-та, 70-тегі кісі болды менде даже перезагрузкада. И по-любому ішінде түп санасында сол 7 жастағы адам шығады. 7 жасқа дейін. Өткен сол картина солар көрген. Поэтому, видите, пока біз это не осознаем, біздің өміріміз айтқан кезде былай өте береді, дың етіп ше. Өйткені біз өмірімізде пока осознание келмегенше ол қателіктер қайталана береді. Мен түсінген бойынша. Өйткені бір рет тұрмысқа шығады, еркегі жағын лақтырып кетеді, екінші рет тұрмысқа шығады, тоже болмайды, үшінші рет тұрмысқа шығады, тоже болмайды. И сөйтіп ол бесконечный петля болып кете береді да. Сол кезде жағын ішіндегі бір айтқан кезде обида жатыр да әкесіне. Сон менде болды, әкесін қабылдап, екінші рет тұрмысқа шығып, удачно шығып, әкесін қабылдап, бизнес атып кетіп, әкесін қабылдап, күйеумен отношение дұрысталған өте көп менде кейстер болған. Поэтому пока біз өзіміздің кішкентай опорамызды реттемегенше, бізде бұл өміріміз түзелмейді. Неше түрлі затқа сенсеңіз болады, там таролог, маролог, нумеролог деген сияқты, но бұның бәрі бейсаналы түрде болады. Пока денедегі сол эмоцияны алып тастамағанша, сізге үнемі сондай еркектер кездесе беретін болады. Түсінесіздер ме? Астына пікірлерін жазып кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Өткені мен осыда, Құдай қаласа, аптасына 2 рет осындай күшті тақырыптарды ашқым келіп жатыр. Поэтому астына комментарий жазып кетіңіздер, қандай тақырыпты мен қозғайын, қандай тақырыпты мен айтайын. Өткені көп адамдарда осындай проблема бар екен. И осы видео арқылы, менің сөзім арқылы, блогым арқылы сіздер, может быть, өздеріңізді былай айтқан кезде түсінесіздер. Понимаете, да? Подсознательная выгода деген бар да. Мысалы, ол не? Әйелім жертвейді, әйелім постоянно шу көтереді, айқай көтереді, төбелеседі, ақырында қолым шыдамай ұрып жіберем дейді да. Не себептен? Қараңыздар, енді кішкентай кезге обратно вернемся. Сол қыздың түп санасына кіретін болсаң, күнде төбелес, күнде айқай шу, күнде жаға жыртыс. И сол картинадан өскен қыз, ол бейсаналы түрде ол сол затты махаббат деп қабылдап қалады. Это нормально деп қабылдап қалады да. Мысалы, сіздің күнде бетіңізге ұра берсе, сіздің бетіңіз уже мышцаңыз үйренеді оған. И сіз уже нормально қабылдайсыз да, как будто бы так должно быть. И сондай қыз ересек өмірге кірген соң, тұрмысқа шыққан соң, күйеуі красавчик болуы мүмкін. Миллионер, ақша табады, бәрі жақсы. Енді ақша табатын еркек по-любому кезде кешігеді, басқа уақыттар болып қалады. И сол кезде ол қыз түбінде бір как будто бір тревожность пайда болатындай миында пайда болады да. И как будто бы тишина, ұрыс-керіс жоқ, төбелес жоқ, ештеңе жоқ. И как будто бы ей кажется, что-то должно произойти, либо это опасно. И айқай-шу көтереді, сен қайда жүрсің, кіммен жүрсің, ана күйеуі шыдамайды, сонымен шапалақты ұрады. И сонымен, короче, салам алейкум, обратно сол ситуация есіне түседі да. Блин, мамам осылай таяқ жеген еді ғой деп. Почему? Потому что она сама в этой ситуации притянула. То есть еркегі үндемеуші еді, еркегі қол көтермеуші еді. Егер былай айтқан кезде мен еркекті ақтап тұрған жоқпын. Просто я хочу сказать, что ана қыздың миында сол картина болу керек еді да. И ол бейсаналы түрде постоянно оны тарта береді. Түсінесіздер ме? И сол себептен көп әйелдер қазір мені айтуы мүмкін сіздер, причем тут детство деп. Бірақ өздерің өмірлерін қарасаңыз, бір рет еркек кездестің болмады. Екінші рет еркекті кездестіретін болмады. Үшінші рет еркекті кездестіретін болмады. Почему? Потому что ол бейсаналы түрде болады. Әйелдер болады, өзінің күйеуін балағып жібереді. Настолько балағып жібереді, что опекать етіп, сен тамақ іштің ба, сен туалетке бардың ба, сен грубо айтқан кезде не істедің, бәрін контролдесіп, киім үтіктеп, былай таңертең завтрагын беріп, кеш жақын күтіп алып сөйтіп жүретін болады да. А еркек адам оны былай айтқан кезде подсознательно мамасы деп қабылдап қалады. Понимаете, да? А мама мен баланың алдында страсть болмайды. Мама менің алдында былай айтқан кезде жақындау болмайды. И сөйтіп арасына суып, ақырында еркегіңіз измен деп жүрген кезге удивлять етпеңіз. Өйткені сіз уже в роли мамы болып кеттіңіз. Понимаете, да? Өйткені мама что делает? Мама жалеет, мама опекает. Мама любит, принимает его такой, какой есть. Жена что делает? Жена требует. Маған анау керек, мынау керек спрашивает. Маған анау ұнамайды, мынауны етіп айтады. Сол кезде айтқан кезде еркек адам оянады рано или поздно. Понимаете, да? Сол үшін жаңағы әйел мен маманың рөлін ауыстыруға болмайды. Өйткені көп әйелдер қазір өзінің күйеуін балағып жүрген. Балағып жүрген соң қазір енді страдать етіп жүр да. Күйеуім что-то налево жүрген сияқты, күйеуім маған көңіл білмейді. Күйеуім маған үйреніп қалған деп. Әйел адам білесіздер, мысалы, күнде тамақ жасай берсе, ертең оның зыбыс шығады, көріп айтқан кезде. Оған кішкене демалу керек, перезагрузка керек. Әйел адам өз-өзін түсінбейді, мысалы, циклдары болады, оның өз-өзін түсінбейтін моменттері болады, эмоциясы былай шаш-шкаль етеді деген сияқты. Сол үшін еркек адамға әйелді қатты да қысуға болмайды негізі. Бәрі поровну, бәрі взаимно болу керек та. Тамақ жасасаң бірге жаса, үйді тапсыр, үйді жусаң бірге жу, үйді тазаласаң бірге тазала деген сияқты. Бәрі взаимно болу керек. И понимаете, да, вот сондай негізі бәрі гармоничный отношение келтіруге болады да. Бірақ пока біз сол о бастан әкемізді дұрыстап қабылдамағанша,
Қалай қабылдайсың? Терапия арқылы қабылдайсың. Өйткені сіз может осы күнге дейін талай хат жаздыңыз, талай аспанға қарап әкемді кешірдім деп айттыңыз. Может быть тағы да басқа жазып тұрсыз, бірақ көмектеспейді. Не себептен? Өйткені ол денеде сіздің бір эмоцияңыз тұр да. Сіздің тоқсаныңызды терапия арқылы кіреміз. Сол кірген соң сол кішкентай қызды тауып аламыз. Әкесіне жаңағыдай ренжіп жатқан, әкесіне былай айтқан кезде қатты ызаланып жатқан, қабылдамай жатқан. Соны қабылдаған кезде сіздің былай айтқан кезде недегі эмоция кетеді. Уже сізге әке деген взгляд вообще басқаша болады. И сөйтіп уже сіздің күйіңіз оны байқайды. Сіздің сырттағы окружение адамдар да байқайды. Сен что-то өзгере бастадың, что-то басқа адам болып кеттің деп. Понимаете, да? Бір ғана терапиямен. Поэтому кім терапия жазылып келсе, мына жақта номер тұр, шапка профильді. Пожалуйста, әйгілі бір психолог айтады ғой. Адам өзінің ішкі дүниесін түсінбесе, сырттағы құбылыстардың бәрін тағдыр деп ойлайды да. И көп әйелдер оны тағдыр күйім, значит, ұру керек, соғу керек, ертең мен ана өмірге аттандырып жүрсе тағдыр деп айтуы мүмкін да, понимаете? Поэтому пока никто не обязан в этой жизни страдать. Никто не должен в этой жизни из-за чувства вины любить друг друга деген сияқты. Поэтому все должно быть взаимная любовь, взаимное уважение. А он жасау үшін сіз бірінші не отқан түсіну керексіздер. Понимаете, да? Сол, в принципе, сұрақтарыңыз болса астына комментарияға жазыңыздар. И құдай қаласа аптасына 2 рет мен шығатын боламын. Комментарий жазыңыздар, қандай тема қозғайын. Ақша, отношения, здоровье, трансформация, перезагрузка туралы айтайын. И толықтай осы жаққа жазып кетіңіздер. Бүкіл комментарияны оқимын. И былай жасайықшы, кім осы өзінің инстаграмына репост жасайды ол подкастта, мен сол кісіге 20% скидка беремін. Өзімнің терапиямнан 20% скидка беремін. Комментарий астына жаз өзің пікіріңді. Осы видеоны өзінің инстаграмға репост жаса, и сол кісіні мен инстаграмда қарап, соны таңдап 20% скидка жасап беремін. Мен сөзіме тұрамын. Поэтому іске сәт, астына комментарий жазыңыздар. Келесі 3 күннен кейін мен сіздермен көрсететін боламын.